18 жасқа дейін балалар арасында күн сайын кем дегенде 5 қылмыс жасалады. Бұл тек ресми органдарға тіркелгені ғана, тіркелмей жүргені қаншама. Талғардағы оқиғадан кейін депутаттар бұл мәселені жиі көтере бастаған. Соның бірі Дархан Қыдырәлі дәл осындай мәлімдеме жасаған екен. Бала құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиеваның айтуынша, балалар арасында күн сайын 5 қылмыс жасалады екен. Ал біз әдеттегідей ақпаратты бірге тексеріп көрейік. Құқықтық статистика дерегі бойынша 2024 жылдың қаңтар-қыркүйек айында кәмелетке толмағандардың қатысуымен 1267 қылмыс тіркелген екен. Бұл дегенім шамамен күн сайын 3 қылмысқа тең келеді. Ал былтырғы жылы дәл осындай уақытта 1307 қылмыс жасалыпты. Қылмыскерлерді тіркеп жаза қолданған қайтейін, нәтижең әлі түзелер емес. 2024 жылы 1267 қылмыс тіркелді десек, соның ең көп 183 қылмысы өткен қыркүйек айында тіркелген. Күзгі депрессия ма, әлде басқасы ма, онысын білмедік. Ал ең аз 105 қылмыс наурызда тіркелген. Қаңтар айымен салыстырғанда қыркүйектегі қылмыс саны 43%-ға өсіпті. Ал сондай-ақ жас шамасына келетін болсақ, кәмелетке толмағандар арасында 1015 қылмыс 16 мен 17 жастағылар арасында жасаған. Қалған қылмыс 13 пен 15 жастағылар жасаса, 13 жасқа дейін ешқандай қылмыс тіркелмепті. Жағдай осылай. Ал қылмыстың түріне келетін болсақ, 500-ден астам ұрлық тіркелген. Одан бөлек 104 тонау, 83 алаяқтық, 79 бұзақылық, 47 денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру және тағы да басқа түрлері бар. Қалай ойлайсыздар? Жастар арасында қылмысты азайту үшін не істеуіміз керек? Пікіріңізді міндетті түрде комментке қалдыра кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Естеріңізде болсын, шындыққа сіздің де таласыңыз бар.